Чайды осы кастрөлмен қайнатасыздар ма? Қайнатып, содан кейін жаңа шелекке демдеп құйып береміз ғой балаларға. Мына бір кесе тамаққа тоясың ба сен? Иә. Қандай тамақ сатып алайын дедің? Пицца. Пицца? Пицца сата ма бұл жақта? Ұнай ма сен негізі бургер, пицца дегендер? Иә. Сапа бақылау айдарының өткен шығарылымда қала мектептеріндегі асханалардың жұмысымен танысып, тағамдардың сапасын тексердік. Ал бүгін аудан орталықтарындағы мектептерге барамыз. Жамбыл ауданда 67 білім беру ұйымы бар. Оның 39-ы мектептер, ал қалғаны балабақшалар мен түрлі үйірмелер. Біз барған номері 1-ші орта мектеп 1975 жылы құрылған. 2017 жылы күрделі жөндеуден өткен. Мұнда 1000-ға жуық бала білім алады. Қазақстанда 167 бала тамақтануда. Заң шығып жатыр ғой, бастауыш сыныптар толығымен тегін тамақпен қамтылуы тиіс деген. Сол бойынша қандай шаралар жүргізіліп жатыр? Дайынсыздар ма негізі? Егер осы 1-4 сыныптар арасындағы балаларды толық мемлекет тарапынан тамақтандыратын жағдай болатын болса, онда мектебімізде 400-ге жуық бала тамақ ішетін болады. 400-ге жуық. Қалай істеп кет? Жақсы. Жақсы. Қанша жыл болды істеп жүргеніңізге? 12 жыл болды. 12 жыл болды ма осы мектепте жұмыс істеп жүргеніңіз? Бас аспассыз, ә? Жалпы енді әпке, сіздің асханаңызбен танысуға келдік. Таныстырып өтсеңіз, қай жерде не жасайсыз? Тамақты қай жерде жасайсыз? Тоңазытқышыңыз қайда? Плитаның үстінде тамақтар жасаймыз. Бірінші тағам, екінші тағам. Бір ғана плита, иә, осы жерде? Бір ғана плита, осы плита. Тоңазытқыштар, мектен тамақ таратамыз. Қазір қандай тамақ жасап отырсыздар? Гуляш жасадық бүгін, пюремен, подливмен. Ол жаңа садикке қайнатып жатқам. Ол су қайнатып қоямыз. Шайға неге су қайнатып тұрады. Шайды осы кастрөлмен қайнатасыздар ма? Қайнатып, содан кейін жаңа шелекке демдеп құйып береміз ғой балаларға. Шелекке демдеп құйып бересіздер ма? Демдеп шелекке арнайы ыдысқа құйып береміз ғой, өзі шай, 3-ші тағам деп тұрады. Мына жерде не қайнап жатыр? Қазанда? Ол жерде де жаңа тамақ қойып жатыр. Тамақ күріш не бар? Күріш басып жатсыздар ма? Ол күріш кімге? Балаларға ма? Менікі бұл садикке істеп жатыр. Садикке де өшерде жасалынады? Өшерде, садикке де өшерде жасалынады. Бірінші, екінші тағам. Қай садикке апарасыздар ауданда? Бізде өзіміздің мектептің ішінде мини-центр бар, балдырған шағын орталығы. Балаларға өшерден дайындап береміз, алып кетеді тамақты. Мына жақта тоңазытқыштарымыз мына жерде. Оқушыларға беріледі ғой бір-бірден? ғой. Аптасына қанша рет беріледі? Менюда қалай болады? 10 күнде 1 май, 2 аптада қалай ғой? Менюда келгенде алма болса, алма береміз. Меню бойынша береміз. Астында тұрған бәрі алма? Алма астында тұрған бәрі алма. Мына балық котлеті болады бізде, соған балығы. Мына сүт өнімдері дейді, айран. Енді мынауымызды жаңа кетіп қойып. Айран, мынау дүкеннің айраны ғой, иә? Осыны алып келеді. Жарамдылық мерзімі 2023 жылдың 2-ші айы 20-шы күнге дейін жарайды екен. Міне, құрмет көрермендер, бүгінгі біздің ас мәзіріміз мынадай. Ашып көрсетсеңіз. Ас мәзір бір күндік норма. Балаларға меню бойынша 226 грамм тамағы, 200 грамм шайы, конфет 15 грамм, нан 70 грамм бүгінгі норма. Жалпы енді әпке, мынау әр жас аралығына әрқандай калориямен тамақ беріледі деп жатыр ғой. Сіздерде қалай қадағаланған ол жағы? Бізде енді меню бойынша балаларға бірдей күнде норма менюмен келген, сол бойынша барлық жасқа бірдей тамақ бересіздер? Меню бір меню бәріне. Бірдей порциямен бірдей тамақ бересіздер? Бір күндік нормамен береміз сол. Мәселен, кейбіреу тоймай қалатын кездер болады. Кейбірде артылып атса сұраған балаларға қосымша береміз біз. Сәлем, қалайсың? Жақсы. Бір кесе тамаққа тоясың ба? Иә. Дәмді ме тамақтары? Иә, өте дәмді. Бүгін қандай тамақ ішіп жатсыңдар? Картошка. Картошка ма? Кеше қандай іштіңіз? Кеспе сорпан іштік. Ыстық па тамағың, ішіп жатқан тамағың? Иә. Бал, сүт ішесіңдер ме мектепте? Иә. Қанша рет ішесіңдер аптасына? Аптасына 2-3 рет. Иә, мектептердің талапқа сай жұмыс жасағаны сізге де, бізге де жақсы, өйткені бала денсаулығы ұлт болашағы.